Сәлем достар, бүгін біз Blender бағдарламасымен дәл осындай ғимарат жасайтын боламыз. Жалпы бұл ғимарат алдыңғыдан қарағанда объемы өте үлкен әрі өте әдемірек ғимарат жасалынатын болады бүгінгі видеомда. Олай болса біз бастаймыз. Достар, білесіздер, әдеттегідей біз add батырмасы арқылы және mesh батырмасы арқылы өзіміздің пішінімізді аламыз, кескінін кішірейтеміз және S батырмасын үлкейтіп тартып аламыз. Дәл осылай пішінге енгіземіз. Жалпы біз оң жақтағы параметрға қарайтын болсақ, бізде scale бағыты тұрады. Scale өзгертсек, бізде 5 дейміз. Y және X жағын біз 5 дейміз, және Z бағытын біз 0.1 дейміз. Міне бізде ғимараттың асты әдеттегідей edit модқа өтеміз. Жалпы біздегі мынау пішіннің кішігірім денелерін өзгерту керек. Кескіндемелерді, басқаша нүктемелерді енгізуіміз керек болады. Сондықтан мен осындай I батырмасын басып, дәл осындай шеңбер жасап аламын. Сосын барып E батырмасын басу арқылы мен қайтадан кубик қосатын боламын, дәл осындай, өзімнің белгілеген кубигімді. Енді қайтадан E батырмасын басамын және Z батырмасын басып, дәл осындай екінші кубикті создавать етемін. Дәл осылай жасап аламын, достар. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Жалпы ғимаратқа қарайтын болсаңыздар, дәл осындай бір кескіндеме береміз ортасынан. Өйткені мұндағы бетті біз жасамаймыз, мұндағы бетті өзі автоматически жасайтын болады, Blender'дің бағдарламасының өзі. Сондықтан мен Y бетіне өтемін, және мұнда қарайтын болсақ X-Ray'ге өтемін. X-Ray дегеніміз бұл рентгендік бағыт, бұл арт жақтағы сызықтарды немесе нүктемелерді көрсету үшін көмектесілетін құрал. Енді мен мына жерде қарайтын болсаңыз modifier деп тұрады, modifierді белгілейміз, және мына жерде қарайтын болсақ generate деп тұрады. Сол кезде бізде mirror деген басамыз. Mirror дегеніміз бұл біздегі мұндағы беттің екінші сыңарын шығару үшін көмектесетін бір қандай да бір модификатор. Сондықтан біз мұндағы бетті өшіріп тастаймыз және өшеді, бұл жердегі бет өшеді. Бізде уже мұндағы беттің екінші сыңары тұр. Значит, бұл mirror дегеніміз бұл айна ғой. Жалпы айнаға сіздің сұлбаңыз сіз айнаға қарасаңыз, сіздің сұлбаңыз көрініп тұрады. Дәл осындай екінші сыңары, былай айтқанда. Сол сияқты біз тек мына жерін жасаймыз, мына жеріне терезе соғамыз, мына жеріне есік жасаймыз. Ал мұнда бетіне өзіне өзі есік соғыла береді, терезе соғыла береді деген сияқты. Сол үшін біз өзіміз қинамаймыз. Сондықтан мен модификаторды қолданатын боламын. Мына жердегі X-Ray'ді өшіріп тастаймыз. Енді достар, біз қайтадан ортасынан Ctrl-R-ды басып бір сызықты кесіп белгілейміз, және мұнда қарайтын болсақ, мұндағы сызықтан тағы белгілейміз. Екінші этажына есік жасағым келеді. Дәл осылай кіргізсек, біздегі мұндағы беті өзінен өзі жасалына береді. Қайтадан Ctrl-R және жоғарыға сәл көтереміз кішігірім. Мұндағы бетті белгілейміз, және мұндағы есіктегі астын және мына астын белгілейміз. Осындай шетін белгілеп алуымыз керекпіз. Және E батырмасын басып, Y батырмасын бассақ, дәл осылай тартып аламыз жоғары қарай. Енді мен терезесін жасауым керек болады. Терезесін мұндағы жасайтын боламын. Ctrl-R, екі жақтама тартамыз осылай, жоғарыға екі жағына тартамыз дәл осылай. Көргендеріңіздей бізде уже терезесінің жайы дайын. Бұл жеріне I батырмасын басамыз, S батырмасын басып, тышқаншаның ортасын бассақ, дәл осылай шеңбер сызылады. Өзіміздің шеңберімізді дұрыстап аламыз және E батырмасын басып GX жағын бағытына қарай тартамыз. Міне дәл осылай. Тұрғандарыңыздай, біздегі ғимараттың терезесінің шекарасы жасалынды. Міне көріп тұрғандар. Енді мен астына да дәл осылай жасайтын боламын. Достар, біз мұндағы ғимараттың терезесін және есігін жасап болдық. Енді біз астындағы есігінің ұстағышын жасаймыз. Есіктің екі жағында тұратын жарық шамын жасаймыз. Содан кейін біздегі екінші этажына көшетін боламыз. Алдымен мұнда көзді басамыз. Мұнда қарайтын болсақ, бізде кубиктің көзін бассақ уақытша алып тастайды. Бізге кедергі жасамау үшін, есіктің ұстағышын істеу үшін мен Shift A батырмасын басамын және мына жерде Mesh батырмасынан цилиндрді алатын боламын. S батырмасын кішірейтіп аламын. Дәл осылай созып аламыз. Міне достар, біз есіктің ұстағышын жасап өзінің орнына қойып алдық. Енді біз дәл осылай бәрін белгілеп аламыз да, Ctrl-G батырмасын басамыз. Міне бізде уже бәрі бірікті. Сонда біздегі үш объекті бір объектіге айналды. Біз енді мешкінің оң жағын бассақ, бізде Shaded Smooth деп тұрады.
дәл осыны басамыз. Мұндағы ғимаратымызды көрсетеміз қайтадан. Мен мына есіктің ұстағышын дәлдеп қойып алатын боламын. Міне достар, біз есіктің ұстағышын жасадық. Енді бізге керек нәрсе есіктің екі жағында прожектор жасау керек болады. Жарық шамы. Біз қайтадан бәрін белгілейміз. Мұндағы жоғарыдағы коллекцияның көзіне қарайтын болсақ, сол коллекцияның көзін бассақ, бізде бәрін уақытша мешет етпеу үшін алып тастайды. Енді біз қайтадан Shift A батырмасын басып, біз прожектор жасайтын боламыз. Бізге куб керек болады. GZ батырмасын басамыз және тап батырмасын бассақ, бізде құралдар тақтасына шығарады. Сонда біз мұндағы объектінің пішінін өзгерту үшін біз дәл осындай бетке өтетін боламыз. Бізге осындай құралдар тақтасын қосымша шығарып береді. Біз өзіміздің жасайтын құралымызды қалағанша өзгерте аламыз, қалағанша пішін ауыстыра аламыз. Бізге сол үшін көмектеседі. Міне достар, біз өзіміздің бірінші прожекторымызды жасадық. Енді біз бұны мұндағы үйдің екі жағына қоятын боламын. Есіктің ұстағышы сияқты екі жағына қойып қоятын боламын. Міне достар, біз үйдің екі жағына прожекторды жасадық. Енді біз жоғарыдағы мына жердегі есіктің алдындағы дәл осындай екінші этажындағы ұстағыштарын, былай айтқанда стеналарын жасайтын боламыз. Бұл жаққа стена қалай жасаймыз? Бұл жаққа стена былай жасақ болады. Тап батырмасын басамын. Бұндағы сызықтарды өйстіп белгілеп аламыз да Shift D батырмасын басамыз. Енді жоғарыға дәл осылай көтерсек, бізде осындай сызық шығады. Сонда біз мұндағы бұрыштың кескіндемесін көшіріп алдық. Енді мен P батырмасын басамын және Selection басамын. Сонда біз Edit модтың ішіндегі мұндағы мынау пішіннің ішіндегі біз сызықты көшіріп алдық. P батырмасы Selection мен бастым. Не үшін? Өйткені бұл жеке дара объект болып шығып кетті өзіне. Значит, біз Tab батырмасын басып, кәдімгідей Edit модтан шығып кететін болсақ, уже мынау жеке дара болады. Значит, бұна үйге тәуелді емес деген сөз. Tab батырмасын басамын және A батырмасын бассам, полный белгілеп алады. Енді мен E батырмасын басып, Z батырмасын тартсам, бізде дәл осы үйдің екінші этажындағы үйдің алдына біз көшіріп алған жеріне қайтадан өзінің сызығын көшіріп береді. Бірақ біздегі сызық енді бұлайша плоскость болып есептеледі. Плоскость бұл текстеу пішіні. Текстеу пішіні өздігінен көшірілді. Міне енді біздегі екінші этажымыздағы есіктің алды енді стена болды. Бұл бізде ғимарат, бұл магазин ғой айтқанда. Екі этаждық магазин кішігірім. Енді астына сәл кішігірім планет жасай жіберейік. Енді мен қайтадан Shift E батырмасын басып, мұнда камера создавать етемін. Мұнда жоғары мына жағына қарайтын болсақ, бізде камера тұрады. Камераны басамыз. Және мына жерде view деп тұрады. Мұнда көріп тұрғандарыңыз. View батырмасын басамыз және мына жерде navigation деп тұрады. Navigationға қаратып ең соңғысын қарайтын болсақ, бізде walk navigation деген бар. Енді біз walk navigation арқылы кәдімгі ойында жүресіздер ғой, W мен A мен S пен D мен жүретінше ойында қалай жүресіздер? Сонымен жүресіздер. Сонымен осылай жүргізіп алсаңыздар болады. Міне достар, осылай өзіңіздің жасаған проектіңізге камераны осылай центровой углына өйстіп дәлдеп қойып, көріп, суретін тартсаңыздар болады. Біздегі ғимаратымыз дайын. Бүгінгі видеода дәл осы проектін жасау болатын. Видео ұнаса лайк басып, канал жазылып кетейік. Сау болыңыздар достар.